Мальдивқа демалысқа біз 7 адам болып келдік. Келгеннен домик на водеде жаттық. Одан жеке вилламыз болды. Бүгін күйеуім бәріміз бірге тұрайық деп 3 бөлмелі үлкен вилла алды. Енді кеткенше сонда тұрамыз. Сонымен 7 адам кім деп сұрағанда, ерке осы сен не істейсің? Бәрің өзің үлгіріп жүрсің бе? Деп қоймай сұрап жатқандарға жауап берейін. Мальдивқа Райым және мен, қайным Муслим, Ислам, няня мен көмекшім келдік. Мені шаршап жүр екен деп ойлап қалмаңыздар. Тұрмыс тіршілігімді толығымен айтып берейін. Негізі керек болса бәрін өзім жасаймын. Қолымнан бәрі келеді, бірақ жасамаймын. Еркемін, еркелет өмір, ер жігіт еркелете біл деп бекер әндетпеппін кезінде. Ислам дүниеге келгелі үй жинап, кір жуып, киімі түктеп, азық-түлікке барып, дәмді тамақты дайындап қоятын, бар тілекті істейтін үй жұмысшысы бар. Муслимді сабаққа, тренировкаға апарып алып келетін водитель бар. Няня ол міндетті түрде. Жұмыс жағын реттеп отырған 2 директорымыз бар. Барлық осы қасымыздағы жандарға мың алғыс. Бар жағдайымызды жасап, отбасын асырап отырған адал табысты нәсібесі мол берекелі күйеуім, барлық еркелеуім осы жолдасымның арқасы. Шүкір, рахмет жұмағым. Шын, мен дым істемеймін, кітап оқимын, сериал, кино көремін, шопинг, уход жасаймын, тағы басқа өзімнің жұмыстарым ғана. Менің міндетім тек Исламның қасында болуым керек, уақытылы емізуім керек, және күйеуімнің қас қабағына жауаптымын. И все. Ой, ужас, ештеңе істемейді екен. Жалқау, құтырған деп шошымаңыздар. Әркімнің тіршілігі әртүрлі. Маған Алла осылай бұйырыпты. Сіздерге де дәл менікіндей комфорт тілеймін. Алла жанұяларыңызға молшылық, бақыт, бөпе нәсіп етсін. Әр қазағым, әр әйел адам тек жақсылыға лайықты. Сол үшін бұйырса енді қыз тумасам болмас деп отырмын ғой. Өзім. Барлығына Алла сансыз шүкір, шүкір.